шынымен де бұл жердегі сол өмір менен сол болмыс арасындағы бір нәзік сызықты өте әдемі жеткізе алды. Бұл жерде драматургтың да үлесі, әрине бірінші кезекте үлесі өте зор. Режиссер осы пьесаны қысқартуменен жұмыс жасап, пьесаның материалменен өте жақсы жұмыс жасағаны көрініп тұр. Өйткені ол бұның барлығын бір актриса арқылы моноспектакль ретінде шығаруы, осының өзі де спектакльді бір жаңа қырынан көрсетті деп айта аламын. Сондықтан да бұл спектакль премьерасымен мен құтты болсын деп тағы да айтқым келеді. Бұл спектакльдің өзінің көрермені болатыны сөзсіз, және ең бастысы театрда осындай ықшамды түрде кіші зал, камералық залдың ашылуы осындай эксперименталды, жастарға мүмкіндік беретін, өсуге мүмкіндік беретін, шығармашылыққа сондай итермелейтін үлкен дүние болатынына мен сенемін. Бүгін біздің театрымызда адеттен ташқары, біз көріп, біз үгенген, әнәнілердің сәл жырақлашқан халдеки бір яқшы бір спектакльні көрдік. Бұны моноспектакль дейміз, яки бір актриса, яғни бір актер үшін театрда тәріптілсақ болды бұны. Театр бұл қойылған қойылым найт чоңқыр тәсірат қалды деймен анда, çünkü бұны hem psixologiyалық жәһәттен, hem фәлсәфеви жәһәттен тәhlil қылышқы болды. Шуңа мен бұл спектакльні мұшы театрымыздың сәхнеге еп шыққан режиссерларға, оны yazған драматургқа, hem театрныки бәди рәхбери, шындақла Рухсар ансамбльніки 4 нәпәр артистіға үзәмін. Миннаттарлығын білдірме, Амина Үсәнова найти яқшы вайыға бабық еткізіп, мұшу рөлін ижра қыпады. Қазірге қойған спектакль мен жоқ жердегі менің өмірім спектаклі. Беретін спектакль жастарды қоғамда болып жатқан психологиялық жағдайлар, яғни біздің қоғамымыздағы адамға мән мағына беретін, кемшіліктерін қабылдай алуы, қателіктерін, күнәларын мойындап алуы, және де өзгеге бір сабақ беру арқылы деген сияқты бір осындай қойылым қойылған. Бүгінгі мен yok едіке менің hayatım намлық моно спектакльда роль ойнағанымғаны айты қошал мен рәхмет етмен Ағеркеге, біздің мұшы мәміриятке директорымыз Бахаровқа рәхметімді етмен, бізге ішәш қылып, мұшы кішігінен қызға мұшы залны ішләңіла деп бәгініге, имканиятләні яртып бәгініге, her bir яқтың, her тараптың ярдәм қылып, мұшы спектакльнің яқшы чықышы үшін, ярдәм қығыны үшін мен чоң рәхметімді етмен олаған. Театрға кеп тұрыңла, мана бізден де кішік зал ечілді. Бұл тегі бірінші дәсләп қойылым. Әнді бұныңдың кейін нұрғын ойынла болды.